Балнур, сәлем. Қалай? Саламатсыз, Нұрсәметовна, қалайсыз? Жақсы, шүкір. Қалай жағдайларың, жақсы ма? Иә, жақсы өздеріңіз. Жақсы. Нұрсәметовна, мен сізге жіберген акттарым бойынша көрдіңіз бе? Иә, көрдім. Акттарыңды көріп шықтым. Дұрыс қалыптастырылған бәрі. Бір ғана ескертуым бар, Балнур. Иә, ескертуым бар. Барлық 3 актың да дұрыс қалыптастырылған. Тек бір ескерту бар, анау күшін жойған 148-ші тізбесін көрсетіп қойыпсың 3 актыңда да. Соны жаңа 2019 жылғы шыққан номер 66-шы тізбені көрсету керексің ғой 3 актта. Соны жөндеп қой. Жарайды. Сосын біз номенклатура бойынша прокуратура ішінде приказ, распоряжение дегенде нарядтар қалыптастырылған. Сол нарядта сол күйінде қала берсе болады ма? Бір нарядқа тігілген ба приказбен распоряжениен? Нумерациясы да бір ма, жоқ, бөлек па, жеке? Бөлек, жоқ, приказ бөлек, распоряжение бөлек. Онда сен ол нарядты сөгіп, 2 наряд шығарасың бір нарядтан. Приказыңды бөлек тігесің, распоряженияларыңды бөлек тігесің. 3 жылға сенің 3 жылдықы де сондай бір нарядқа тігілген ба сонда? Бір нарядқа тігілген, иә. Онда 3 жылдық 3 нарядтан 2-ге бөлсең 6 наряд шығарасың ғой онда. Приказың бөлек болады, распоряжениең бөлек болады. Сосын оформление бойынша бір сұрағым бар еді. 2018 жылғы тұрақты сақтау істер тізімдемесі жасаған кезде гриф утверждаюды біз опистің бірінші бетіне түспеді. Сол күйінше қала бере ма биылда? Жаңа сараптау тексеру комиссиясының келісу грифін сұрап жатсың ғой, иә? Жоқ, ол қазіргі таңда 575-ші қағиданың 2-ші қосымшасына сәйкес сараптау тексеру комиссиясының келісу грифін сен тізімдеменің соңғы парағына көшіру керексің. Өздеріңнің жаңағы прокуратураларының сараптау комиссиясы сол келісу грифі сол жағына түседі, сараптау тексеру комиссиясының келісу грифі ол оң жағына түседі. Солай жасайсың ғой. Тағы сұрақтарың бар ма? Жоқ, басқа сұрақтарым жоқ. Болып атса звондаймын ғой тағы да. Иә, жақсы, сау бол, хабарласып. Рахмет, сау бол. Сау бол.